Асқазан ауруы түрлі себептерге байланысты пайда болуы мүмкін. Мысалы, дұрыс тамақтанбау, стресс, гастрит, асқазан жарасы, қышқылдықтың жоғарылауы немесе төмендеуі, сондай-ақ инфекция, мысалы, Helicobacter pylori бактериясы. Егер ауырсыну жиі қайталанса немесе ұзаққа созылса, міндетті түрде дәрігерге қаралған жөн. Бірақ үй жағдайында ауырсынуды жеңілдететін және асқазанның саулығын сақтауға көмектесетін халық емінің бірнеше әдісі бар. Бір шөп шайлары және тұнбалар. Кейбір шөптер асқазандағы ауырсынуды басып қабынуды азайтады және ас қорыту жүйесін жақсартады. Жалбыз шайы. Жалбыз асқазанның түйілуін, спазм басып ас қорыту процесін жақсартады. Бұл шайды дайындау үшін бір шай қасық кептірілген жалбызды бір стакан қайнаған суға салып, 10-15 минут тұндырып қою керек. Күніне 2-3 рет ішуге болады. Түймедақ шайы. Түймедақ асқазандағы қабынуды басады және ауырсынуды жеңілдетеді. Бір шай қасық кептірілген түймедақты бір стакан қайнаған суға салып, 10 минут тұндырып ішеді. Тамақ ішерден 30 минут бұрын ішу ұсынылады. Зімбір шайы. Зімбірдің қабынуға қарсы қасиеті бар. Ол асқазандағы ауырсыну мен жүрек айнуды басады. Бір шай қасық үгітілген зімбірді бір стакан қайнаған суға салып, 10 минут тұндырып ішеді. Бал қосып дәмін жақсартуға болады. 2 табиғи өнімдермен емдеу. Бал мен жылы су. Бал асқазанның шырышты қабатын қорғайды, қабынуды басады және жаралардың жазылуына көмектеседі. Таңертең аш қарынға бір стакан жылы суға бір шай қасық бал қосып ішкен дұрыс. Алоэ шырыны. Алоэ асқазанның қабынуын азайтып, жаралардың тез жазылуына көмектеседі. 1-2 ас қасық таза алоэ шырынын аш қарынға немесе ас ішкеннен кейін ішу ұсынылады. Картоп шырыны. Картоп шырыны асқазан қышқылын төмендетіп, гастрит пен жара кезінде ауырсынуды жеңілдетеді. Балғын картопты үккіштен өткізіп шырынын сығып алады. Аш қарынға 100 мл жарты стакан мөлшерінде ішу керек. Күріш суы. Күріш суы табиғи адсорбент, ол асқазанды тыныштандырып, қабынуды азайтады. 2 ас қасық күрішті бір стакан суда қайнатып, алынған сұйықтықты жылы күйінде ішеді. Жаңғақ пен сүт қоспасы. Жаңғақ асқазанның қышқылдық деңгейін реттеп, ішкі қабатын қорғайды. Бір уыс жаңғақты ұнтақтап, бір стакан жылы сүтке араластырып ішуге болады. 3 асқазан ауруын болдырмау және алдын алу. Асқазан ауруын болдырмау үшін төмендегі ережелерді сақтау керек. Дұрыс тамақтану, майлы, ащы, қышқыл, қуырылған тағамдардан аулақ болу. Кішкентай порциямен жиі тамақтану, асқазанды шамадан тыс толтырмау үшін күніне 4-5 рет аз мөлшерде тамақтанған жөн. Газды және кофеинді сусындарды азайту, олар асқазан қышқылын арттыруы мүмкін. Стрессті басқару, жүйке жүйесі асқазанға тікелей әсер етеді, сондықтан медитация, тыныс алу жаттығулары және серуендеу пайдалы. Шылым шегуден және алкогольден бас тарту, бұл заттар асқазанның шырышты қабатын тітіркендіреді. 4 қауіпті белгілер. Егер асқазан ауруы келесі белгілермен бірге байқалса, дереу дәрігерге қаралу керек. Ұзаққа созылған қатты ауырсыну. Жүрек айну, құсу. Нәжісте қан болуы. Дене температурасының көтерілуі. Тамақтан кейін үнемі ауырсыну. Егер ауырсыну жеңіл болса және жоғарыда аталған халық емдері көмектессе, оларды қолдануға болады. Бірақ жиі қайталанатын немесе күшейетін ауырсыну дәрігердің кеңесін талап етеді. Сіз маған тіркелсеңіз өкінбейсіз. Мен тек пайдалы және керемет ақпараттар айтатын боламын. Сізге тағы қандай ақпарат керек комментарийге жаза кетіңіз. Мен оқып жауап беремін.